Әлхамдулиллах, ертең кездескенше. Нұр, жақсы. Кездескенше. Сау бол. Абай. Ой, көзілдірігім қайда. Нұр, сен жақсысың ба? Бәрі жақсыра. Ай, ауырып тұр. Айып. Уф. Жүргенде. Жан-жағына қарашы. Нұр соғылып қалды. Бұл қалай болды? Нұр неге құлады? Оған ауырып тұр. Абай болу керек қой. Ой. Саған не болды? А? Жоқ. Көзілдірігім. Сындырды. Осындай оқиға, ана, субханаллах. Ол неге олай істеді? Тіпті ескертуге ашуланды. Бауырым, байғұс Нұр. Сонда ол көре алмайды. Анашым, ертең мен оған түсіндірейін. Өзін қалай ұстау керектігін. Мыса мүмкін? Сен қарындасынды қорғағың келеме? Анашым, Рара дұрыс айтады. Ал ана бала ашуланды. Рара жақсы болсын деген. Ал ана балаға абай болуды кеңес берер едім. Мыса, сен жарайсың. Қарындасыңды қорғағың келгені үшін. Онда болды, ертең мен оның сыныбына барып, оған ақыл айтамын. Мүмкін ол менің кеңесімді тыңдар. Анашым, солай істейік. Қымбаттыларым, бірақ басқа адамға кеңес берудің жұмсағырақ жолы бар. Қандай жол? Айтшы, анашым. Пайғамбар бізге үлгі көрсетті. Қалай кеңес беру керектігін? Жұмсақ сөйлеу керек. Сыпайы және ешқашан айқайламау керек. Егер басқа адамдардың алдында айқайласаң, немесе ескерту жасасаң, онда адам ұялуы мүмкін. Ол өзін ұстай алмай, ашулануы мүмкін. Анашым, мүмкін ол маған ашуланған шығар, өйткені ол қатты ұялған. Анашым, түсіндім. Дөрекі қате кеңес бергім келмейді. Кеңесті ақырын береді. Егер сіздің кеңесіңізді қабылдаса, әлхамдулиллах. Ал егер қабылдамаса, ендеше Алланың қалауымен. Субханаллах, бұл дегеніміз, мен қателескен екенмін. Енді мен білемін, оны барлық сыныптастарының алдында ұрыспауым керек еді. Дұрыс па, ана? Мүмкін. Оның сені тыңдамағаны таң қаларлық емес. Бірақ енді сен білесің, кеңесті қалай дұрыс беру керектігін. Мүмкін. Рара, қайда барасың? Мама, мен Нұрға жаңа көзілдірік сатып алғым келеді. Бұл қоржында ақша жеткілікті шығар деп үміттенемін. Егер жетпесе, мен қосып беремін. Шынымен бе? Рахмет. Мыса. Оқасы жоқ, ақылдылар, мен сіздерге оларды тапсырыс беруге көмектесемін. Рахмет, ма. Ал егер олар қайта құласа ше? Шынымен де. Рараның шығармашылық уақыты. Тада. Мені осылай. Мына осында, мені осылай. Енді байлайық. Дайын? Курьер көзілдірік әкелді. Қандай жылдам? Жүр, кір. Қайда барамыз? Сығылама. Жарайды. Жақсы, енді көзіңді аш. Тада. Мен әлі ештеңе көрмеймін. Ұмытып кетіппін. Ха-ха. Мені осылай. Кен. Әлхамдулилля. Енді сенде моншақ бар? Маған өте ұнайды. Оларды жасауға анам мен Мұса көмектесті. Сәлем. Барлығыңызға көп рахмет. Мен өте қуаныштымын. Мүмкін.
Оқасы жоқ? Оқасы жоқ. Нур, саған өте жарасады. Маған да қуанышты, қымбаттыларым.